Жас буын үнемі жаңашылдыққа бейім болады. Сол себепті де тілді меңгеру олар үшін аса бір қиындық тудырмауы мүмкін. Десек те әр баланың қызығушылығы мен қабылдау деңгейі әртүрлі. Біздің өңірімізде де тілді меңгеруге қызығушылық танытатын жастар аз емес. Солардың бірі Черек Инсталиев. Ұлты түрік болса да арнайы курстарға бармай-ақ әжесінің ертегісін тыңдап қазақ тілін үйренген. Одан бөлек орыс, ағылшын және қытай тілін де жетік меңгеруде. Оның ойынша көп тіл білу заман талабы. Мен кішкентай кезімде өте қызықтым. Себебі әрбір тілінде ертеген және аңыздарын оқу өте қызықты болған. Әрбір жұмыста бірнеше тіл білу қажет. Сол үшін көп тілді білу керек. Бірнеше тіл меңгерген Дана ағылшын мен француз тілін арнайы оқу арқылы үйренсе, түрік тілін өздігінен меңгерген. Оның айтуынша көп тіл білу көптеген армандар мен мақсаттарға жол ашады. Мен ойымша, адам тіл үйренер кезінде тек қана өзінің болашақ мамандығына емес, жалпы жаһандық азамат болу үшін, әлемге деген көзқарасын нығайту үшін, және де болашақта әлемнің түкпір-түкпірлерінде болып көру үшін үйрену қажет деп ойлаймын. Және де болашақта әлемнің барлығын саяхаттап көріп шығу менің мақсатым. Сондықтан бұл мақсатқа жетуге деген бір үлкен қадамның бірі осы тілдерді меңгергендігім. 21 ғасыр талапшыл заман. Еліміз дамып, алдыңғы қатарлы елдерге қосылу үшін заман талабына сай әрекет етуіміз керек. Сондай талаптардың бірі білім. Қай салада болмасын, білім талабы бірінші орында тұрады. Өйткені біліммен қаруланған адам ешқашан жеңілмейді. Сол себепті де білімге асығыңыздар.